Мұхаммед пайғамбардың 5-ші қатқа көтерілуі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 5-ші қаттың қақпасын бісміллә деп ашты. Бұл жер көздің жауын алардай өте әдемі екен, көз тояр емес. Суреттеп айтуға теңеу жоқ. Ғажайып раушан нұры төгіліп тұр. Жақұт сынды асыл тастармен безендірілген екен. Тәңірі тағала бұл аспанды күміспен өрнектепті. Жер бетіндегі күллі сұлулық, әдемілік, сымбаттылық, әсемдік, таңғажайып тамашалық, мөлдірлік, тұнықтық, сүйіспеншілік, махаббат, бәрі осы жерде орналасыпты. Жәбірейіл бұл қабатты сұлулық мекені деп атайды. Әлемдегі сұлулық осы жерде жасалады деді. Бұл көктің періштесі Садраил екен. Ол пайғамбарға сәлем берді, сұлулық әлемін таныстырды. Сұлулық пайғамбарды еріксіз мас қылды. Садраил періште: «Ей Алланың сүйікті досы, дүниеге келетін әр сәбиге түрмен реңді осы көктен жібереміз. Қаласың үмбетіңе сұлулықты аямай төгейік, бірінен бір асқан келбетті болсын» деді. Пайғамбар сұлулыққа бір сәт қарап тұрды да: «Сырт сұлулығы адамға опа бермес. Үмбетімнің ішкі дүниесі көрікті болғанын қалаймын» деді. Садраил: «Ей Мұхаммед, сен Алланың мақтауына тұрарлық жансың, дұрыс таңдау жасадың. Үмбетіңнің жан сарайы таза болса, біз оның өзінде, ұрпағын да сұлулардың қатарынан етеміз. Олар қияметте де, көркем бейнеде тіріледі» деді. Бұл көкте Жүсіп, Жақып, Жүніс пайғамбарлар мекендейді. Жүсіп шашы бұйра, ұзын бойлы, аққұба жүзді, үлкен көзді, ат жақты, қою қасты, толық білекті, мығым сүйекті адам екен. Күлкісінен нұр, еріндерінен сәуле шығып тұр. Олар Мұхаммедпен сұхбаттасып отырып қалды. Кетерінде Жүсіп пайғамбар: «Ей Мұхаммед, үмбетіңе өсиетім бар. Өзін өзгеден артық санамасын, сұлумын деп паңданбасын. Мен Кенғанда жүргенде сұлулығыма қарап, көңілім өсетін, бәсіме баға жетпес деп ойлаушы едім. Бірақ Мысырда менің құным бір бақырға татымады. Сол кезде тәубе еттім» деді. Мұхаммед пайғамбар олармен қоштасып жоғары қарай өрлей берді. Bir кезде сәждеде жатқан бір топ періштені көрді. Жәбірейіл: «Үмбетіңнің ішінде әділ ел билеген басшылар болады, бірақ олар уақытында құлшылық ете алмайды, мүмкіндігі болмайды. Құлшылығы жоқ, сауап құмға сіңген судай жоғалады. Бұл періштелер әділетті басшылардың сауабы жоғалмасын деп, күні-түні олар үшін құлшылық етіп тілеуін тілейді» деді. Пайғамбар көңілденіп қалды. Сонда Жәбірейіл: «Бірақ Мұхаммед, бұл періштелердің ұнатпайтын бір қасиеті бар. Ол мақтаншақтық. Басшылар қайырлы ісіне мақтанатын болса, періштелер одан безініп, дұға тілегін тоқтатады» деді. Сонда пайғамбар: «Ей Алла, үмбетімді мақтаншақ болудан сақта» деп дұға тіледі. 5-ші қатта жүріп пайғамбар Құран кәрімді көрді. Оны күзетіп 600 мың басы, әр басында 600 мың аузы, әр аузында 600 мың тілі бар бір періште тұрды. Ол: «Уа Алланың сүйікті пайғамбары, сені көру бізге арман еді. Алла бүгін сәтін салып бізге қуаныш сыйлады» деді де пайғамбармен көрісті. Жәбірейіл: «Бұл Құранды жатқа оқитын қари періште, аты Зәликал. Құран сүрелерін қирағаттап, миллион түрлі мақамға салғанда, жанды жансыз мақұлықтың тұла бойы балқып кетеді» деді. Пайғамбар Құран тыңдағысы келді. Зәликал 660 түрлі қирағатқа салып, Құранды оқи жөнелді. Әуеннің әсем болғаны сонша пайғамбар есіне танып қалды. Есін жиған соң: «Маған қирағат үйретші» деп қолға салды. Ал ол: «Қирағаттың бірнешеуін ғана үйретем. Егер бәрін үмбетіңе жеткізсең, Құранның әуеніне жер шыдап тұра алмайды. Тау мен тас балқиды, аспанның тіреуіштері иіліп жерге құлайды, мұхиттар толқып топан су болады, дариялар кемерінен асып елге апат әкеледі. Адамзат Құранның барлық мақамын пейіште ғана тыңдай алады» деді. Солай деп пайғамбарға шектеулі ғана қирағатты таңдап үйретті. Расул оған риза болып, қош айтысып жүріп кетті. Мұхаммедпен Жәбірейілдің алдынан үлкен бір дария шықты. Оны Нұр дариясы деп атайды екен. Ол 5-ші қат көктен жерге қарай құлап ағып жатыр. Бір ғажабы, ол дарияның бір тамшысы жерге түспейді. Дарияның суы тұнық әрі нұрлы еді. Жерге қарай қарыс бойы таяп келеді де, қайтадан көтеріліп кері кетеді. Пайғамбар бұл құбылысқа
таңырқап тұрды. Жәбірейіл сонда: бұл Алланың мейірім шапағат дариясы. Мұны адам баласы көре алмайды. Мұны көру тек саған ғана нәсіп болған. Жер бетіне ниеті бұзық, пасықтар көп болғандықтан нұр дариясының тамшысы жерге тамбайды. Егер дарияның бір тамшысы жерге түссе, жерде жұмақ орнар еді деді. Сонда пайғамбар: уа рахымдалла, менің үмбетімнің иманын кәміл ет, пасық адам болудан сақта деп тілек тіледі. Дариядан ары өткенде аспан астын тілгілеп, айналасын шұғылаға бөлеп жатқан сәулені көрді. Пайғамбар: Жәбірейіл досым, мына сәуле қайдан шығып жатыр деді. Сонда періште: бұл 5-ші қатта сақталып тұрған Сүлеймен пайғамбардың жүзігі, сәуле содан шығып жатыр. Ол ғарыштағы жұлдызға шағылысқанда жұлдыз аққандай күй қалдырады. Үмбетің бұл кезде тілек тілесе, дұғасы қабыл болады деді. Пайғамбар оны көргісі келді. Жәбірейіл: ей Мұхаммед, Сүлейменнің жүзігі өте алыста. Аспанда жарқыраған жұлдыз сияқты, арамызда 1000 күншілік жол жатыр. Нұр пырақта оған жете алмас деді. Пайғамбар қатты қызығып қалды. Сонда Алла жүзікке: менің сүйікті пайғамбарым сені көргісі келеді, жылдам жет деп әмір етті. Көзі ашып жұмғанша жүзік ұшып келіп пайғамбардың алақанына қонды. Сақинаның түрі өте айбарлы екен. Айналасын шұғылаға толтырып жіберді. Жәбірейіл: ей Мұхаммед, Сүлеймен бұл жүзікпен күллі жын періні билеп төстеді деді. Расулалла: Сүлейменнің жүзігін білем. Мұндай жүзік менің үмбетімде болғанда жын пері қашық жүрер еді деді. Жәбірейіл сонда: ей Мұхаммед, үмбетің құлшылыққа бекем, тақуа болса, онда бұл жүзіктің күш қуаты оларға да дариды. Жын пері олардан қорқатын болады. Ұлық Құдай мұғжизаны саған дейін пайғамбарлардың заттарына жасыратын. Мұсаның асы таяғымен, Сүлеймен жүзігімен, Дәуіт көрігімен залымдарды қашыртып, жын періні илеген еді. Алла ендігі мұғжизаны сенің үмбетіңнің бойына жасырады. Олар керемет пен мұғжизаны өз бойынан ғана іздесін. Рухтың күшімен ақ талай кереметті көрсетеді деді. Пайғамбар бұл сүйінші хабарды үмбетіне тезірек жеткізгенше асық болды. Бұл кезде олар 5-ші қатқа келген еді.